Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге декретке миллионмен қалай шығуға болатынын айтатын боламын. Бала дүниеге келген соң соған сай қажеттіліктері көп болатыны түсінікті. Осы орайда маңызды мәселенің бірі декретке байланысты төлем алу. Декретке шықпас бұрын әрбір әйел адам білуі қажет ақпараттар бар. Оған еңбек демалысы қандай түрі бар, қандай жәрдемақы беріледі, төлем қанша рет жасалады деген секілді сауалдар жатады. Еңбек демалысының қандай түрлері бар? Еңбек кодексінің 99 бабы бойынша жүкті, босанған, жаңа туған баланы асырап алған әйелдерге еңбек демалыстары беріледі. Оған жүктілікке босануға байланысты демалыс, жаңа туған баланы асырап алғандарға арналған демалыс, бала 3 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс түрлері жатады. Босанған әйелдерге қандай жәрдемақы беріледі? Босанған әйелдерге берілетін жәрдемақының түрлері бар. Оған мына жәрдемақы түрлері жатады. Жұмыс істейтін босанған әйелдерге жүктілігі және босанғанына байланысты табысынан айырылған соң әлеуметтік төлем беріледі. Сонымен қатар 1 жасқа толғанға дейін жасалатын бала күтіміне байланысты әлеуметтік жәрдемақы төленеді. Жұмыс істемейтін әйелдерге 1 жасқа толғанға дейін жасалатын бала күтіміне байланысты әлеуметтік жәрдемақы төленеді. Қандай әйелдер төлем ала алады? Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген немесе жеке кәсібі бар адамның қолында жұмыс істейтін әрбір әйел адам мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан декретке шығар алдында және ай сайынғы бала күтіміне байланысты ақша ала алады. Төлем қалай есептеледі? Бірінші, босануға дейін жәрдемақыны есептеу формуласы кейінгі 12 айдағы табыс бойынша есептеледі. 12-ні көбейтеміз 4,2-ге 10%-ын алып тастаймыз, ол зейнетақыға. Екінші, ай сайынғы бала күтіміне байланысты жәрдемақыны есептеу формуласы кейінгі 24 айдағы жалпы табыс бойынша есептеледі. 24-ті көбейтеміз 0,4-ге, тағы да 10%-ы зейнетақыға. Бірінші формула бойынша жеке кәсіпкер болсаңыз, табысыңыздың 1%-ы егер патент негізінде салық режимі болса, табыс салығы ретінде төленеді. 10%-ын зейнетақы қорына аударасыз. Табысыңыздың 3,5%-ы әлеуметтік сақтандыру қорына аударасыз. Кейінгі 12 айдағы табысыңызды қосып 12-ге бөлесіз. Ортасына кейбір айда табыс болмаса да, жалпы табыс 12-ге бөлінеді. Шыққан соманы 4,2-ге көбейтесіз. Әдетте әйелдерге босанғанға дейін 70 күн және босанғаннан кейін 56 күндік демалыс беріледі. Сәйкесінше 70 қосылған 56 тең болады 126 және осы 126-ны 30-ға бөлгенде бір айдағы күн саны, яғни 4,2 деген формула коэффициент осыдан шығады. Әйел адам кесір тірлігімен босанса, немесе дүниеге егіз не үшем әкелсе, босанғаннан кейінде 70 күндік демалыс беріледі. Сәйкесінше коэффициенті 4,2 емес 4,6 болып өзгереді. Одан 10% зейнетақы қорына жіберілетін аударымды алып тастаса, қолға алатын сома шығады. Қандай жағдайда жоғарғы төлем алуға болады? 12 айдағы әр айлық табыс 420 мыңнан кем болмаса, қордан 1.587.600 теңге алуға мүмкіндік бар. Аударымдар жүктілікке дейін 5 ай, жүктіліктен кейін 7 ай, жалпы 12 ай үзілмей салынуы тиіс. 420 мыңнан кем болмауы керек деген міндетті талап емес. Әркім табысына қарай қаржы салып отырады және сәйкесінше ақша алады. Үйде түрлі кәсіппен айналысып отырған аналарға жұмысын заңдастыруы керек. Болашақ аналар торт, бәліш, самса, бауырсақ пісіріп, сүт, айран, құрт, май, бақша өнімдерін сатып жатады. Тапсырыс қабылдап, түрлі бұйым тігеді.
осындай аналар қыз-келіншектер кәсіптерін заңдастырса және заңды түрде өздеріне тиесілі миллиондарын алса екен, қазір әйел адам жүктіліктің алғашқы айларында болса 4-5 айға салып үлгере алады. Сәйкесінше одан 1,5 миллион емес 500-700 мың теңгедей алуға мүмкіндік бар. Салықтан қашпай, керісінше одан пайда көруге болады. Декреттік демалысқа шығу үшін қандай құжаттар қажет? Жүктілікке және босануға байланысты жәрдемақы алу үшін құжаттар тізімі: жеке куәлік, банктен алынған 20 сандық кезет шоты жазылған анықтама, уақытша жұмысқа жарамсыздығы жайлы анықтама, еңбекке уақытша жарамсыздық парағы керек пе? Жүктілікке байланысты декреттік демалысқа шығу және әлеуметтік төлем тағайындау үшін еңбекке уақытша қабілетсіздігі парағы қажет болады. Жұмыс істеген жүкті әйелдер, баланы туған әйелдер, жаңа туған баланы асырап алған әйелдер еңбек уақытша жарамсыздық парағын ала алады. Оны медицина қызметкерлері, акушер-гинеколог дәрігерлердің жүктіліктің 30 аптасынан, ал ядролық сынақ әсеріне ұшыраған аумақтарда тұратын әйелдерге жүктіліктің 27-ші аптасынан бастап Қазақстан Республикасы бойынша еңбек кодексінің 99 бабында көрсетілген мерзімге беріледі. Жеке кәсіп арқылы декретке шықса, қосымша мына құжаттарды сұралуы мүмкін. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген талон, салық төлеушілердің кабинетінен салық және басқа да міндетті салыстыру актісі және тағы да басқалары. Достар, сіздерге бүгінгі шығарылым толықтай түсінікті болды деп ойлаймын. Әр қазақ бай бақуатты болсын. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Келесі кездескенше.